Армысыздар ардақты ағайын, эфирде мезгілі қоғамдық саяси хабары және оның бүгінгі жүргізушісімен Абзал Азаматұлы. Елбасы өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында қазақ туған жерге туың тік деп бекер айтпаған. Патриотизм кіндік қанын тамған жеріне, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріне деген сүйіспеншіліктен басталады деп атап өтті. Бұл күні ұлттың тарихының тамырына қалам сермеп жүрген қаламгерлердің қатары күн сайын көбейіп келеді. Тәуелсіздіктің баянды болуы, халқымыздың қайсар рухының жас ұрпақтың бойына сіңіру үшін тарихи кітаптар керек. Қазіргі қоғамда ақын жазушылардың рөлі қандай? Біз бүгін осы төңіректе әңгіме өрбітетін боламыз. Студиямен тікелей байланысқа белгілі жазушы, атақты Қаралы көш романының авторы, Қазақстан және Еуразия жазушылар одағының мүшесі Жәди Шәкенұлы шығып отыр. Армысыз Жәди аға? Азаттық үшін алысып өткен, дүние жүзіне тарыдай шашылған қазақтардың қилы тағдырына арқау болған шығармаларыңыз бар. Жалпы бүгінгі қазақ әдебиеті туралы ондағы тарихи шығармалар жайында не айтар едіңіз? Енді біздің мынау тарихи шығарма дегендегі өткендегі тарих іздеріміздегі 70 жылдық империялардың отарлау саясатынан қалыптасқан көптеген цензуралық тосқаулардың кесірінен біздің әдебиетшілеріміз, жазушыларымыз өзінің айтайын деген ойын толығынан айта алған жоқ, жеткізе алған жоқ. Олардың қаншама қалам қарымы болып тұрса да, көптеген жақтан кедерге тап болғаны жасырын емес. Мысалы, Мұхтар Әуезовтің Абай жолдарын алып айтайық, немесе Ілияс Есенберлиннің көшпенділерін қарайық. Бәрінде де цензураның кеселі болды. Ал бүгін бізде цензура алынды, тәуелсіздік берілді, Алла қолымызға еркіндікті, қаламды мейлінше қалай сілтеуді жолға қойылғанда, біздің сол кездегі биік деңгейдегі шығармалардың деңгейіндегі қазір шығармалар туып жатыр ма дегенде, бұл тағда көлеңкелі ойларды, көлеңкелі сөздерді, көлеңкелі сезімдерді тудыратыны бар. Себебі қазіргі кезде мына жастарменен, аға буын менен жас буын арасындағы қалам сілтеу барысында көптеген келіспеушілік және бірін-бірі мойындамаушылық жағдайлар бар. Мысалы, қарт қаламгерлер жастарда айтады, тілі жоқ, жаңағы етістікпен ғана шығарма жазады, барды келді, отырды, тұрды. Қазақ өмірін білмейді, қазақтың қара тілінің қаймағын білмегендіктен бұзды дейді. Ал жастар болатын болса, ойбай, біздің кәрілер түгел анау социалистік реализмнен қалған ескі үлгі бойынша жазады. Олар жаңағы модернизм, постмодернизмнен ешқандай хабар жоқ деген сияқты осындай келіспеушіліктің салдарынан біздің әдебиетте кейбір бірізділікке түспеушілік және көркем шығармалардың деңгейінің төмендеуі немесе тарихи тақырыптағы шығармалардың көптен тумауының бір жағдайы қалыптасқан кезеңде тұрмыз деп айтуға болады. Дегенмен де қазіргі жастардан өсіп келе жатқан буыннан күтер үмітіміз көп. Алда бұл мәселе оңалады. Қазақтың тарихи романдарына, тарихи тақырыпқа, көркем шығармаларына жол ашылады деген сенімдеміз. Сіз үшін ақын жазушының қазақ қоғамындағы рөлі қандай? Ақын жазушы қоғамдағы бұның рөлі деген нәрсе өте маңызды. Себебі ақын жазушы өзінің сезінгенін, білгенін, түйгенін көркем шығарма деңгейінде оқырманның жүрегіне жібереді, соған жол табады. Мұндағы нәрсе күллі адамзатқа бағышталатын ізгілік арқауы біреу ғана десек, ол Құран кәрімнен басталады. Абай өлеңдері мен Абай қара сөздеріндегі сол ізгілік жалғасады. Бұның барлығының ар жағында Құран кәрімнің қасиетті аяттары, пайғамбарымыздың қасиетті хадистері жатады. Ал шығарманың арқауы да, ізгілігі де осы біреу ғана. Осы ізгілікті біз жастарға жеткізе алсақ, бұл осы ізгілікті болашаққа жеткізе алсақ, бұл қаламгерлердің мойнындағы қарыз бен парыз осылай өтеледі деп ойлаймын. Жалпы әдеби шындықтарға байланысты батыл сындарға барғаныңызды оқырман қауым жақсы біледі. Тарихи шығармалар желісінде тарихи шындық пен көркем шындықтың арасында дау туып жатады. Өзіңіз осындай күрделі тарихи тақырыптарға қалам тартқанда алдымен неге сүйенесіз? Біз бүгіндер тәуелсіз Қазақстанбыз, тәуелсіз қазақ еліміз, Алланың құлы Мұхаммедтің үмбетіміз және түркінің ұрпағымыз. Сондықтан да мен өзім қалам сілтеген кезде біріншіден мен шындықты айтып тұрмын ба, жоқ па? Құран кәрімнің алдында, Алланың алдында ақ сөйлеп тұрмын ба, жоқ па? Екінші, халқымның алдында қарызым мен парызымды өтеп тұрған жоқпын ба? Тәуелсіздік арқалатқан ел мен жердің тағдыры туралы шынайы сөз сөйлеп тұрмын жоқпын ба дегенді көбірек ойлаймын да. Ал осы тақырыпта сөйлеген сөзімді шындық деп есептеген жағдайда мен ештеңеден, ешқандай әдеби сыннан, ештеңеден жасқанбаймын. Қаламды еркін сілтеуге өзіме шабыт аламын, өзім ынталандыру тудырып, алға қарай жылжып отырамын. Өзіме қойған өлшемім солай. Белгілі жазушы Қабдеш Жұмаділовтің соңғы көші мен сіздің Қаралы көш романдарының ұқсастығы бар ма?
Менің тарихи тақырыпта жазған Қаралы көш романым Қытайда өткен қазақтардың 1930 жылдан 1943 жылға дейінгі ауыр тағдыр туралы жазылады. Онда Гималай асқан қазақтардың, бүгіндері Еуропа қазағын қалыптастырған, Түркия ауған, Үндістан, Пакистанға барған қазақтардың қиын тағдыры бейнеленеді. Ал Қабдеш Жұмаділовтің Соңғы көш романында 1962 жылға Шығыс Түркістан аталатын Іле Алтай Тарбағатай өңірінен осы Қазақстан атамекен аумағына көшкен көш туралы жазылады. Сондықтан да екеуінің тарихи сабақтастығы болғанменен, бірақ романның көркемдік деңгейі және ондағы бейнеленген тарихи уақиғалар мүлдемге екі басқа, екі таудың бұғысы, екі таудың жыры деген сияқты бөлек әңгіме. Дегенмен де екеуінде де қазақтың ауыр көшінің трагедиялық тарихы бейнеленеді, суреттеледі. Өскелең ұрпаққа қандай кітапты оқуға ұсынар едіңіз? Бүгінгі өскелең ұрпаққа біздің жақында елбасымыздың ұлы даланың жеті қыры деген мақаласын мен өнеге үлгі ретінде айтар едім. Себебі онда жақсы сөздер бар. Ең соңғы тұжырым сөзінде айтады: төл тарихыңды біл, төл тарихыңды мен мақтан, төл тарихыңды ұрпаққа жеткіз, біздің болашағымыздың сенімді болуының кепілі осы дейді. Демек біз ұрпаққа көркем әдебиет деңгейіндегі шығарма туралы айтқан кезде және тарихи тақырыптағы шығармалар туралы айтқан кезде біздің міндетімізді төл тарихымызды таныту, төл тарихымызбен мақтанатын келешек ұрпақтың іргесін бекемдеу, төл тарихымыздың әдебиеттегі көріністерін жасау, осы арқылы тарихи шығармалары ұрпаққа алтын арқау болатындай жол тапса, тәуелсіздігімізге, елімізге, жерімізге қызмет етсе, біздің ең үлкен міндетіміз осы. Алда оқырман қауымға тағы қандай шығармалар ұсынбақсыз? Әдеби өміріңіздегі жаңалықтарыңызбен бөліссеңіз. Мен көбінесе бұдан бұрын жазған шығармаларымның негізгі арқауы жаңағы әдеби сынға барғаным рас, тарихи тақырыпта көркем шығармалар жазғаным рас, және балалар әдебиетінде жаздым. Бұдан кейінгі өзімнің шығармашылық бағытымда да тарихи тақырыптарда көптеген көлеңкелі тұстар бар бізде жазылмай қалған, және социалистік реализм дәуірінде немесе цензура заманында қате жазылған немесе бұрмаланып жазылған дүниелері көп. Соларды оң бағытқа бұру мақсатында қазақтың тарихи тұлғаларын, қазақтың елі мен жеріне қызмет еткен ірі тұлғаларын көркем әдебиетте, тарихи шығармаларда бейнелесем деп ойлаймын. Және көркем әдебиетте балалар әдебиеті сынды бүгінгі үлкен бір тақырыптық тудырып отырған, сұранысты тудырып отырған жағдайға азын аулақ болса да жауап беріп, осыған өз әлімше аз да болса еңбек еткім келеді. Алдағы ойларым көп, жазып жатқан дүниелерім де бар, жаза беремін де. Өткен жылғы менің осы шығармашылықтағы жетістіктерімнің ішінде атай кетуім керек. Баспадан жарық көрген еңбектерімнің ішінде Алтай алыптар деген деректі кітабым, және Бозмұнар деген романым, және бірнеше тарихи хикаяттарым, Қытай қазақтарының әдебиеті деген 3 бірдей кітабым шықты. Алла қаласа осы жақын күндері Қазақстан Жазушылар одағының басқармасында және Астана қаласында ұлттық академиялық кітапханада Евразия ұлттық университетінде тұсаукесер өтіледі деп күтілуде. Соның сәті түсіп, міне Көкшетау қаласында жақында ғана кездесуде болдық. Көкше халқына да бұл кітаптарым жол тартты. Алдағы жерде де мен осы кітаптарыңызбен өзімнің жазған дүниелерімді осыдан кейін де көпшілікке ұсына беремін. Құрметті Жәди Шәкенұлы, бізбен тікелей байланысқа шығып, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Шынымен елдің көркеюіне үлес қосқан азамат бүкіл елдің игілігі үшін қызмет ете алады. Қаламына құт қонған осындай жазушылардың жазған тарихи романдары болашақ жастарға мәңгілік рухани азық берері сөзсіз. Осымен мезгіл хабарының бүгінгі көрсетілімі аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман болыңыздар.